Барлықтарыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Біз бүгін басымдылық белгілерін қарастыра өтейік. Басымдылық белгілері дегеніміз, ол белгілі бір бағытта көліктердің басымдылыққа ие екендігін білдіреді. Басымдылық белгілері қиылысты реттеуге немесе жүру кезектілігін анықтау үшін орнатылады. Мынау стоп деген белгі. Бұл белгіні көрсеңіз, мысалы, сіз міндетті түрде тоқтап, сосын барып жүруіңіз керек. 3 секундтан кейін, 5 секундтан кейін, егер ешқандай кедергі алдыңызда болмаса. Бұл белгі көбінесе темір жол өтпелінде қолданылады, өтпелінің алдында. Сол себепті сіз осы белгіні көрсеңіз, міндетті түрде тоқтайсыз. Сосын барып, кедергі жоқ екеніне көз жеткізгеннен кейін барып, қауіпсіздік шаралары сақталып тұрғанына көз жеткізгеннен кейін барып, жүрісіңізді жалғастырасыз. Келесі белгі, бұл қарсы бағыт басымдылығы деген белгі. Қара сызық мына жерде басымдылықты білдіреді. Мына қызыл сызық жол беретін көліктің бағыты. Сонда, мысалы, екі көлік бір мезетте сыймайтын жаңағындай жерлер болады ғой. Көпірі болады, мысалы, немесе сіз жүріп келе жатқан жолда кедергі болады. Сосын осы белгі тұрады, мысалы. Сіз осы белгіні көрсеңіз, сіз міндетті түрде жол беруіңіз керек. Келесі белгі, бұл жаңағы екінші дәрежелі жолдың жанасуы деген белгі. Мына қою сызықпен тұрған белгі, ол басты жол. Ал мына қиғашынан тұрған жіңішке сызық, ол екінші дәрежелі жолдың жанасуы дегенді білдіреді. Бұл да екінші дәрежелі жолдың жанасуы деген белгі. Просто қалай жанасып тұрғанын, қалай мына басты жолмен қиылысып тұрғанын мына көрсетіп тұр мына жерде. Бұл сіздің қарсы бағыт алдындағы басымдылық деген белгі. Яғни жаңағы белгі бар ғой, қарсы бағыт басымдылығы деген белгі. Сол белгінің дәл керісі мынау. Міне ақ сызық, осы ақ сызық басымдылыққа ие. Міне сіз егер мына белгіні көрсеңіз, басымдылыққа ие боласыз. Қарсы бағыт алдындағы басымдылыққа ие деген белгі. Мысалы, көпірлерде, сондай жерлерде сізге жол беру керек та, мысалы. Екі көлік бір мезетте сыймайтын жерлерде. Мынау да мына белгіде басты жол мен екінші дәрежелі жолдың қиылысуы деген белгі. Басты жолға екінші дәрежелі жол жанасып тұр. Мына белгіде сондай, екі жағынан екінші дәрежелі жол. Мына белгі басты жолдың аяқталуы деген белгі. Басты жол мен екінші дәрежелі жолдың қиылысы. Бұл да сондай, екінші дәрежелі жолдың жанасуы. Көрдіңіздер ме? Неше түрі бар. Ал мынау жол бер деген белгі. Егер сіз осы белгіні көрсеңіз, міндетті түрде жол беруіңіз керек. Мынау басты жол деген белгі. Сіз осы белгіні көрсеңіз, басымдылыққа иесіз деген сөз. Сізге барлық көліктер жол береді. Міне осылайша, құрметті оқырмандар, біз басымдылық белгілерінің барлығын қарап шықтық. Басымдылық белгілері, естеріңізге сала кетейін, сізге белгілі бір жағдайда басымдылық беретін белгі. Түсіндіңіздер ме? Басымдылық белгілерінің өте көп емес, осыларды жаттап алыңыздар, түсініп алыңыздар. Ұмытпай өздеріңізге сақтап қойсаңыздар да болады. Біздің ПДД Қазақстан YouTube каналында осындай өте керемет ақпараттар, пайдалы ақпараттар өте көп. Сондықтан каналға жазылып, бөлісіп, қазақша контентті дамытуға атсалысыңыздар. Назарларыңызға рахмет.